бір ғана картошкадан столдың сәнін келтіретін, ассортиге салатын осындай тіске басарлар дайындаймыз. Алдымен картопты пісіріп, 2 ыдысқа бөліп аласыз. Біреуіне тұз бұрышын, укропты салып, араластырып, крахмалды қосып, тағы да араластырып аласыздар. Алақан болса жайып, ортасына сырды салып, домалақтап, бірінші жұмыртқаға, кейін сухариге аунатып дайындап аласыздар. Екінші картопқа тұз бұрышын, сүтті, майды қосып, пюре тәрізді езіп аласыздар. Лавашты бөліктерге бөліп, ортасын салып, кішкене шетінен суын жабып, осылай жабыстырып дайындап аласыздар. Екіншісі қамыр ретінде дайындайсыздар. Осылай пельмен тәрізді формада жасап, онда дайындайсыздар. Стала дүкенінен алынған осындай 316 медициналық болаттан жасалған қазанға май құйып, осылай қызарғанша әрқайсысын қуырып алатын боласыздар. Өте керемет дәмді болады. Столдың сәнін келтіреді. Кез келген қонақ дастарханға қойсаңыздар болады. Ассорти ретінде де қолдансаңыздар болады. Қараңыздар, сырный шарикенің ортасына сыры осындай езіліп, әдемі болып шығады. Міндетті дайындап көріңіздер. Мына миска ыдыстарды қайдан алды десеңіздер, Стала дүкенінен 316 медициналық болаттан жасалған ішінде теркалар да бар. Өте керемет. Ішінде осындай 5 ыдыс екен. Міндетті заказ беріп көріңіздер. Парақшасын қалдырып кетемін.